Бүгін біз сіздермен бірге Құтарыс ауылына баратын боламыз. Бетіне тоқтаңызға, Соярсандан елелде соғылып ақыл дейді ғой, тары кафе. Ауылда соғылып жатқан тары кафені видеоның соңында айтамыз. Түркістан облысы Сайрам ауданы Құтарыс ауылында ерекше дизайнды мынандай үйлерді көреміз деп ойламадық. Осы туралы айтатын боламыз. Мұнда жахалип миллион тағы да елдің азаматтары қонақ болған. Енді біз де сіздерге ол туралы толық айтатын боламыз. Керемет. Құстардың дауысы, судың дауысы керемет. Қызық та, керемет та. Спорт зал тұр. Міне мешіт тұр. Достарына орындық қалай? Мешітте мынандай креативтердің тұру енді бөлек ағайын. Әр ауылда болу керек осындай нәрсе. Құрылыс саласындағы қанша уақыт болды жүргеніңізге? 20 жыл. Ташкентте көрдім. Төбесіне шықтық. Балдар жаттығып жатыр. Сонда Амангелдіға қазір бұл жақталар от жақпайды. Құбырлармен жылы ауаны жоғарыдан төмен қаратып береді. Как мегацентрдегідей ғой сонда? Үпіріледі. Таптай әдемі соға дейін. 3 ферманы 3 колоннаға отырғызғанда өте грамотный жасалған тірлік қой. Кейбіреулер болады ғой бір андай. Не істеп жатқанын түсініксіз, бір тірліктер шала, шашылып жатады. Далаға кеткен ақша болып жатады ғой. Біз осындай сапалы жұмыстарды көп адам бүйтіп шығып көре бермейді ғой енді. Ошым жас балаларға байын бір мегацентрде жүрген сияқтымын. Мен көріп риза болып отырмын өз басым. Ең ұтымды жері қабатталған престелген фанера экология жағынан өте ұтымды. Сылақты бетіне осы хапер шашылған. Сразу ұрлама осы. Өте минимализм, өте көп расход салмаған, бірақ та өте керемет жасалған. Мынау тас біздегі бес құдық тас екен. Местный производство да, бес құдық. Кирпичті өзі қала берген. Тренажерларынша. Мынаны қараңыздаршы. Қандай әдемі шешім. Бұны салатыға пісіргенде дуалдың бәрін спортсмендерге өте ыңғайлы. Лаймен соғылған, кесекпен салынған үй и әктелген. Қандай керемет еді. Әзір барнасы шпаклевка, евроремонт ол ауаны қысады. Мына жерде сол нәрсенің бәрі есепке алынған. Рахмет жігіттерге. Қазақтың туын жоғарыдан желбірететін ол қыздарымыз көп болсын, Құда қаласа. Енді бір офисін көрсетсек сізге осы Құтарыстағы. Жақсыны көрмекке. Ау. Мұнда деймін да, махаббаттың несі көрініп тұр ғой деймін да, іспен істелген, а? Мәссаған. Амангелді ағаны қарсаңызшы. Асыр сүресі дейді. Тұлпардың тұрысын қара, жаны бар. Мықты көкпарлы болсын. Өзі ғой. Тас аға. Өзі ғой. Боралдай деген жерден шығады екен да. Сол тастармен мынаны полный қалаған. Іші де сырты да осы ғой. Қарапайым әрі жайында өзіңіз айтқандай ғой. Бұл таспен мен бір жұмыс істеп көргенмін. Песочник деп аталады, габро деп. Бұл тастың денесіне су тисе, өзінен керемет адам денсаулығына, ағзасына пайдалы ауа шығарады бұл. Ең бастысы, бана Ираннан травертин әкеліп атады ғой бізде. Өзіміздің брендті қолдауға. Ешкім ойламаған зат. Мына бетінде қандай идеальный дизайнмен. Мына жерде көрініс ғой, заманауи мен көне тоғысқан жері болып тұр ғой мынау. Күнделікті көзің көріп қалған мебель емес та, ерекше. Мына ручкаларын қарасай, кәдімгі баяғы анау сандықтар болған ғой, сандықтың ұстағы. В общем, бұл балдар жаңа Ержан Нұржан деген шет жағы тарихын айтпадым білмеймін. В общем, бұл қор өзен қоры негізі. Қазір қорлар көп Қазақстанда. Үй жоқтарға үй әперетін жағы. Асаруме деген көп қана өнер қырандары бар. Бұл қордың мақсады, анау Қытайдың мақалы бар ғой, балық берме, қармақ бер деген. Біз адамдарға біз условия создавать етейік, жұмыс орнын, осындай ауылға осындай жағдай жасайық. Қордың 5 жылдық жоспарын ойластырып жазып, 12 пунктқа бөлген, 12 пунктқа жаңа денсаулық сақтау, спорт залды көрдіңіз, спорт, дін, осының ауыл шаруашылығы бар, денсаулық сақтау бәрін айналып келгенде 12 саланы біз бірдей қамтып келедік та. Жалпы қордың мақсаты осы. Негізгі мақсаты ауылдың халқы мен қаланың халқының жағдайын теңестіру, ауылдың халқын
мынау тары деген кофейня қазір көрдіңіздер ме көрмедіңіздер ме білмеймін, шыға берсе. Америкада тұңғыш қазақ кофейнясы ол тары. Тары ашывайын деп жатыр. Тары Чикагоның даунтаунда қақ ортада мына құрылыстың төбесін ашып жатыр. Қазір тарының рекламалары да жүріп жатыр. Жарнамалары сыртына жабыстырылған, ремонттары жасалып, Қазақстан ыдыс-аяқтары келіп, тары дайын болып тұр. Осылай тары ашып жатқан бауырларымызға сәттілік тілеп барып көріп қайттық. Ал тары кафе мұнда қалай ашылып жатқанын бірге көрейік. Сояқтан елінде соғылып жатыр дейді ғой, тары кафе. Артымызда тұрған мына құрылыс алаңы жуырда дәл мынандай болады. Оның 100% табысын бар осы қорға аударылып отырады. Яғни қайырымдылыққа жұмсалады. Түркия қаласынан алдырылған бұл шатырдың ерекшелігі қыста суықты өткізбейді, жазда ыстықты өткізбейді. Кәдімгі қыш сияқты. Біздің негізгі мақсатымыз осы ауылымыздың ынтымағын көтеру еді. Біздің осы Құтарыс ауылында 14 көшеміз бар. 14 көшеге 14 төраға дайындағанбыз. Алланың қалауымен сол алқаның өзі осы ауылдағы қаншама мәселеге кіріспекті. Басқа көптеген елді мекендерге үлгі өнегелі ауыл болатын сөзсіз. Достар, бұл Шымкент қаласы, Республика көшесі, біздің көлігіміздің іші. Үй болып кеткен, немесе офис. Уақыт жоқ, қолдан келсе, осылай контенттерді монтаждап, сіздерге ұсынатын боламыз. Достар, менің YouTube каналыма жазылып қойыңыздар, бұйырса қолдан келгенше елді жақсылыққа шақыратын дамып бағдарламаларды ұсынамыз. Рахмет.